15-ші тақырып Цин әулетінің оқшаулауын саясаты, Апин соғыстары. 19 ғасырдың басында манжурлардың билігіне Қытай орта ғасырлық феодалдық қатынастар үстемдік етеді. Ауыл шаруашылығы, қолөнер өндірісі, әскер мен флот, жалпы қоғам өмірі ежелден келе жатқан конфуциялық дәстүрлер деңгейінде қалады. Қытай артта қалған феодалдық ел болып қалды. Қытай халқы мемлекет басында отырған манжурлар үстемдігіне наразылық күрес жүргізумен болды. Үкіметке қарсы бағытталған құпия ұйымдар көбейеді. Мысалы, Ақ лотос, Аспан ақыл парасаты, тағы басқа құпия ұйымдар манжурларға қарсы күрес ұйымдастырады. Христиан дінін тарату мақсатымен Қытайға европалық миссионерлер сонау Мин дәуіріне келе бастаған болатын. Цин үкіметінің алғашқы кездегі европалықтармен жақсы қарым-қатынас орнатты. Қытайда миссионерлер көбейіп, европалықтар үшін жағалаудағы порттар ашық болады. Бірақ 18-ші ғасырға қарай жағдай күрт өзгереді. 1757 жылы император Цянлун европалықтан Қытайға келуіне тыйым салады. Батыс державалар, соның ішінде Англия, Қытай сауда нарығына кіруге табандылықпен күресуге кіріседі. 18-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап Қытайдың бүкіл сыртқы саудасы тек Гуанчжоу арқылы жүргізілетін. Сауда қатынастардың шетелдіктермен жасалатын басқа әдістеріне заңмен шектеулер қойылады. Яғни шетелдіктер тек бізде жаз бен көктем айларында бірнеше ай ғана Қытайға болуға рұқсат етіледі. Қытай үкіметі шетелдіктердің қытайлықтар туралы қандай да бір мәлімет жинауына бақылау орнатады. Жергілікті қытайлардың шетелдіктерге Қытай тілін үйретуіне қатаң тыйым салынады. Қытай тілінде кітаптарды сыртқа кетуге де рұқсат етілмейді. Шетелдіктердің саудасына кедергі жасалады. Ұзақ уақыт бойы Қытайдан сыртқа шығарылатын тауарлар сырттан әкелетін тауарлардың бірнеше есе артады. Европада ауқатты адамдар арасында шай, жібек маталары, Қытай фарфоры өте жоғары сұранысқа ие болады. Қытайда сатып алынатын тауарларға европалықтар күміспен төлем жасайды. Қытайдан сыртқа шығарылатын тауарлар үшін төленетін күмістің көлемінің ұлғаюы ағылшын үкіметін алаңдатты. Ағылшын саудагерлері Қытайда сауда нарығына үлкен сұранысқа ие бола алатын шетелдік тауарларды іздестіре бастайды. Егер 18-ші ғасырда Қытай оқшаулану Цин әулетінің билігін күшейтіп, феодалдық абсолюттік тәртіпті сақтап қалуға мүмкіндік жасаса, енді 19-ші ғасырдың ортасына қарай Қытай экономикалық және әскери күш қуатын жағынан батыс елдерінен әлдеқайда артта қалып қояды. Өнеркәсіп төңкерісі нәтижесінде батыс елдері бізде Қытайдың әлсіздігін пайдаланып, Қытай нарығына жол ашып, оны арзан тауар өткізу және арзан шикізат көзі ретінде пайдалану үшін белсенді әрекетке көшеді. Капиталистік Англия өз тауарларын өткізетін сыртқы нарық ретінде Қытайды ашуға кіріседі. 18-ші ғасырдың бастап Англия Қытайға 3 елшілік аттандырады. Қытай үкіметі сыртқы елдермен сауда жасауға елдің оңтүстігінде портты қала Гуанчжоудағы Гунхан сауда монополиясы ғана рұқсат берілген болатын. Ал Англия Қытайдың бүкіл аумағында өзінің еркін саудасын жүргізуге рұқсат алу талабын қояды. Ағылшын саудагерлері Гуанчжоу порты арқылы Қытайға қарақшылық жолмен апиын әкеліп сата бастайды. Апиын саудасы Британ экономикасының табысты саласына айналады. Қытайға әкеліп сататын апиын мөлшері шектен тыс мөлшерге дейін өсті. Қытайдың алтын күміс байлығы апиынға айырбасталып, Англияға ағылады. Апиынның зардабынан шаруашылық күйреуге ұшырап, халық азғындауға айналады. Цин үкіметі елдің апиын саудасымен айналысуына қатаң тыйым салғанмен, ағылшындар жасырын контрабандалық жолмен апиын әкелуді жалғастыра береді. 1939 жылы Цин билігі ағылшындардың апиынды заңсыз енгізуіне тыйым салу мақсатымен өкілін жібереді. Ол апиынды тәркілеп, суға ағызады. Осыдан кейін ағылшын үкіметі қытайлардың бұл әрекетін заңсыз деп тауып, кеткен шығынның өтеуін, ағылшын кәсіпкерлеріне қосымша жеңілдіктер беруін, олардың жұмысына қажетті кейбір аумақтарды беруді талап етеді. Әрине Қытай бұған қарсы болады. Нәтижесінде 1840-42 жылдары бізде болған бірінші апиын соғысында ағылшындар жеңіске жетіп, Цин империясы түзе бүгеді. Қытай жеңілгенін мойындап, европалықтармен әділетсіз Нанкин келісімшартына қол қояды. Бұл келісімшарт бойынша Қытай ағылшындар үшін 5 портты ашық деп жариялайды. Гонконгты шектеусіз уақытқа иеленуге орасан зор мөлшерде өтемақы контрибуция төлеуге мәжбүр болады.
отаршылдардың қысымымен Гунхан монополиясы жойылады. Көп ұзамай ағылшындардың отаршылдық соғысына американдықтар қосылады. Нанкин келісімінен кейін Цин империясы жартылай отар елге айналып, шетелдіктерге тәуелдікке түседі. 1856-60 жылдары болған екінші апиын соғысы кезінде Қытайдың ішкі жағдайы өте ауыр халде болатын. 1850 жылы елдің оңтүстігінде Гуандун, Гуанси провинцияларында шаруалар көтерілісі басталатын. 58 жылы Тяньцзинге таяу жердегі Дагу бекінісін ағылшын француз әскері басып алған соң, Цин үкіметі отаршыл державалардың қойған талаптарын мойындап келісімге келеді. Қытай Англиямен және Франциямен жеке-жеке Тяньцзин келісіміне қол қояды. Енді Англия мен Франция Пекинде өздерінің елшілерін ұстауға және елдердің азаматтар Қытайда емін-еркін жүріп тұруына, Янцзы өзенінің бойында сауда жасауға мүмкіндік алады. Апиын саудасына шек қойылмайтын болды. Саудаға салынатын салық мөлшері қысқартылады. Осындайдан кейін іле-шала американдықтар да Қытайға өз талабын қойып, олар да Тяньцзин келісіміне қол қояды. Қытаймен соғыс жүргізбесе де, 1858 жылы Ресей аса қолайлы сәтті пайдаланып, Қытаймен Айгүн келісімшартын жасайды. 1689 жылы Нарчинск келісімі кезінде Амур жағалауынан айырылған Ресей енді есесін қайтарып алуға мүмкіндік алады. Айгүн келісімі бойынша Амур өзенінің сол жағалауы Ресейдің меншігі деп танылады. 1860 жылы Цин мемлекет атынан мемлекеттік әкім Гун Англия және Франциямен Пекин конвенциясына қол қойды. Конвенция бойынша Тяньцзин келісіміне қосымша Қытай 16,7 миллион лянг өтемақы төлеп, Тяньцзин портын ашуға келіседі. Англия Қытайдан кули жалдамалы жұмысқа кетуге рұқсат алады. 1860 жылы Ресей Қытайдан Уссури аймағын толып қайтарып алады. Апиын соғыстары европалық отаршылдардың Қытайды күшпен ашуына, бірнеше мың жылдық тарихы бар Алпауыт империяның күйреуіне әкеліп, отаршылдыққа тап болған жаңа кезеңге аяқ бастырады. Манжурлық Цин әулеті өзінің гүлдену кезеңін аяқтап, құлдырауға ұшырай бастады.